Біз бірінші сыныпта математика сабағында отырғанда, апай бір есеп сұрады да, содан кейін айтты, кім жауап береді деп сұрады. Содан кейін Амина қолын көтерді де, содан кейін апай айтты, ал жауап бере ғой Амина деді. Бірақ Амина қолын көтеріп, бірақ жауабын білмеді. Содан кейін апайға айтты, апай мен жауабын білмеймін деді. Сосын апай не деді? Сосын апай жауабын білмесең қолын көтермей қой дейді. Біз дұрыстап футбол ойнап жатқанда, біз 9-да 11 жеңіп жатқанда, Ильяс воротадан шығады, ворота ештеңесі қалады да, әмір маған бергенде мен сала алмай қалдым. Сол кезде бәріміз күлдік. Бірінші сыныпта менің қалған нәрсем, мен шәкәріммен отырдым да, пастармен ойнап жатқан кезде шәкірімға бәрі шашырды ғой рубашкада. Сосын? Сосын мен күлдім, болды. Бітті? Мен бірінші рет мектепке келген кезде, алғашқы қоңырау болған кезде, сол кезде келе жатқанда апаймен фотоға түстім. Сол кезде орныма тұрсам, Мадина, Баян Сұлу екеуі жан-жақтан бір нәрсе сөйлеп жатыр. Бірақ Баян Сұлудың қатты тілі келмейді. Мадина ақырын сөйлеп жатыр. Мен ойлаймын, что не сөйлеп жатыр, мен түсінбедім. Сосын мен өтіріктен я, жоқ деп өтірік айта салдым. Айдар екеуміз 2-ші тоқсан соңғы күнге келгенбіз. Ол кезде тек қана Айдар екеуміз келгенбіз. Сол кезде бір ретте обедтен кейін бір костюмді бір динозавр келіп, соны фотоға түскенбіз. Сол қызық болды, иә? Тамаша. Мен осы класста бізде штраф болған, орысша сөйлесен. Бірақ мен көп сөйлестім да, апай оны естіген, мен 45 мың апайға төлеп бергенмін. Штрафты өзіңнің ақшаңнан, иә? Иә. Ол 2-ші класста, иә? 2-ші класста біз доп ойнағанда мен теппін-да, сосын вазаны сындырып тастадым. Бірақ апай маған ұрыспады, мен ештеңе төлемедім. Сол 2-ші класста сындырған вазаңның ақшасы 40 мың теңге сонда. Жақсы. Жүгір отыр. Бір кезде осы 4-ші класста біздің кабинетте бір кино түсіргенді, сериал. Біз шахмат кабинетінде болдық. Сол кезде Аян айтады, мынаны сындырса не болады дейді, Амина жыртаттан ештеңе болмайды дейді, сала-салады да болды. Біз бүгін Аяр екеуміз және Амина үшеуміз андай флаги деген ойынды ойнап жатқанбыз ғой. Ана жақта тұрған, сосын мен қойдым да, сосын маған қойды, мен бәріне дұрыс жауап бердім, тек кейбірлерін білмей қалдым да. Сосын Аяруға көштік та, сосын Аяруға ең оп-мына Великобританияның флагын көрсетті. Бұл Австралия дегені есімде қалды, қатты күлдік. Ол кезде барлық қыздар болды да, бірақ олар футболдар болды. Жақсы. Баста Айдармен ойнадық. Ол ені статта мен бір стеклон сындырдым. Ақшасын төлемедім. Төледі ғой мамаң? Мен төлемедім оға. Сен төлемедің, мамаң төледі бірақ. Завучтың несі ол? Завучтың кабинеті дейші? Менің ойыма түскен оқиға ол Абдержания бір соревнованияға барды да, фигурный катаниядан. Сосын бізге көп тәтті алып келді. Сосын ол барлығына таратты да. Сосын апай, біз саған беруіміз керек қой, сен не үшін бізге бересің? И потом Абдез күледі да. Сосын шахмат болады да. Біз барамыз кәмпиттермен. Сосын осы шахматта барлық кәмпитті жеп қоямыз. Тамам. Рет деген 3-ші сыныпта тек бейсенбіде 4-ақ бала келген. Қосмолданова Жәния, мен Ақнұр Иманали. Қосмолданова Жәния түсте кетіп қалды. Содан кейін түстен кейін
менің ақшам, телефоным болды, Ақнардың ақшасы болды. Содан бізге ой түсті. Біз деген менің телефонымнан Ақнардың ақшасымен бір бургер алайын дегенбіз. Аха, сосын. Сосын Айсұлу апай бізге алғызды. Өздерің заказ берейін дедіңдер ма сонда? Ой, пысықтар ай. 4 жылда біз көбірек Джангл паркқа бардық та, сол кезде 90 градустық горка бар да. Сол 4 жылда мен бір рет қана үлкен басқа кезден қорыққам. Мына жағын ысырып алсам, не істеймін? Сол ойлағам, одан кейін бір кезде несі. Яғни одан сырғанап түскеннен кейін саған уже қорқыныш болмады, иә? Тамаша. Сондықтан өмірде бір рет болса да көру керек. Жақсы. Біз 3-ші класты бітіріп бара жатқанда динопаркқа бардық. Сосын сол динопаркта Омармен екеуміз сол динозаврларды қарап жүрдік. Сосын Омар айтады, "Бұлар динозаврлар шын ба, әлде жоқ па?" деп айтады. Мен айтам, "Білмеймін, өзің ұстап көр" деп айтам. Сосын ол ұстайды да соны. Сосын, олар дырылдайды екен ғой деп. Сөйтті ма? Иә. Жақсы. Орақ болды. Сосын біз бәріміз отырған кезде біз Абдулланы көріп қалдық та, артынан анасын және ол өз апаға 101 роза алып келеді. Қып-қызыл, үлкен болып алып келеді. Сосын апай оны білмеймін, неожиданно ол апай жылап қалайын деді. Біз 1-ші сынып оқығанда бізбен Шәкәрім деген бала болған. Және бір күні біз диктант жазып жаттық. Және Шәкәрім бір қате жібермеу үшін жаймен әдемі жазды. Содан кейін ол үлгермей жатты да маған айтты, "Омар, кішкене көшіртуге берші" деді. Содан кейін мен айттым, "Бермеймін, өзің жаса" деді. Содан кейін ол айтты, "Онда мен саған сникерс бермеймін" деді. Сосын мен айттым, "Мен сникерс жемеймін ғой" дедім да, ол дәптеріме қарап ары қарай жаза берді. Мен 3-ші класста 2-ші күні сабаққа келгенде матчымды жасап отырдым да, сосын Елнара, Кәусар, Ақнұр үшеуі ағылшынша сөйлеп отыр да. Сосын мен "Hello, how are you" деген андай ағылшынша қиын сөздерді естимін да. Қарасам, спокойно сөйлесіп отыр ағылшынша. Сосын мен ойлаймын, Елнараға қарап, "Мына қыз Қытайдан келген ба" деймін да. Сосын мен ойладым, ол қазақша білмейді деп ше. Сосын сәлем демедім. Сосын Ақнұр мен Кәусарды англичандар деп ойлаған.